Баршаңызға сәлем. Бұл видеода өте оңай әрі тез дайындалатын, бір дайындағаннан-ақ жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шығатын хош иісті шоколадты маффиндердің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен бөлме температурасындағы айран мен ас содасын араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерді де алдын ала араластырып қоямыз. ұн, какао және қамыр қопсытқышты араластырамыз. Құрғақ және таза ыдыста жұмыртқа мен қантты 3 минут көлемінде миксерлейміз. Бір айта кетерлік жайт, қантты бірден емес 2-3 бөлікке бөліп салған дұрыс. Жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне сұйық май құямыз, бір ас қасық құрғақ кофені саламыз және ас содасы араласқан айранды құйып араластырамыз. Байқағандарыңыздай, ас содасы мен айранды араластырғанда айран 2 есе көбейеді және қамырдың көтерілуіне өте жақсы ықпал етеді. Ендігі кезекте алдын ала дайындап қойған құрғақ ингредиенттерді де 3 бөлікке бөліп салып миксермен араластырамыз. Содан соң қамырға ванилин қосып, тағы да миксермен араластырамыз. Ең соңғы қосатын ингредиент ол бізде шоколад. Шоколадтың жартысын қосып, қамырды араластырамыз, ал қалған бөлігін бетіне себуге, яғни әшекейлеуге алып қоямыз. Кекс пісіруге арналған қалыпқа арнайы қағаздарды осылай төсеп қоямыз және қамырды ыңғайлы бір ыдысқа немесе кондитерлік мешокқа салып, осылай толтырмай бір-бір қасықтан салып шығамыз. Барлығын салып болғаннан кейін қамырдың бетіне шоколадты сеуіп шығамыз. Содан соң алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 20-25 минут көлемінде пісіріп аламыз. Қымбатты достар, мінекей біздің шоколадты маффиндеріміз дайын болды. Өте оңай әрі тез дайындалады, ал дәмі тіл үйреді. Менің балаларыма өте қатты ұнады, сондықтан сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сондай-ақ менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар, өйткені сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Баршаңызға сәттілік тілеймін.